Қазақ айтады таба жол тар деп. Осы бірнеше күннің алдында менің WhatsApp нөміріме жебе ұйының басшысы Омарәлі Әділбектің сен білесің бе? Енді кезек Нұрқан екеуіңе келді. Алда тағы бірнеше азаматтық сот болады. 2 айдан кейін Серікжан Біләштің соты болады. Сонан кейін сөйлесеміз деген хабарларын оқып, япырай, мына Омарәлі неге сүйеніп осындай дәйектер келтіріп отыр? Оның қолында бір жылдық қазақ елінің план жоспары бар ма? Омарәлі Әділбек не үшін адамдарды өстіп, бопсалап, қоқан-лоққы жасай береді? Ол сонда біздің елдің бас прокуроры ма? Болмаса ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы ма? Немесе қосымша ішкі істер министрінің жұмысын атқара ма? Ертеректе ол осындай сөздерді Серікжан Біләшұлына қарата да айтып жүрді. Оның ол сөзіне сол кезде толық мән бермеппіз. Онда ол бірінші рет Серікжанды тіркелмеген қоғамдық бірлестікке басшылық етті деп жебеудің 17 адамы сотқа бергеннен кейін ол нөмі айтып келді. Бұл бастамасы тағы 2 рет сот болады деп. Бұл құдай ма? Алдағы істердің қалай болжап жүр? Далбасалап айтқаны шығар деп күліп қана қоятынбыз. Ал кейін сол айтқаны айдай келді. Сондықтан мен Омарәлі Әділбектің бір жерден алдын ала мәлімет алып отырғанына күмәнім жоқ. Әдетте Қытай қоршауларын басқаратын жай ғана бір қоғамдық бірлестіктің басшысының атынан тағдырымызға қатысты мәліметтерді алдын ала алатын болдық. Сонда біздің елдің ішкі істеріне Қытай қол сұғып отырма? Омарәлі Әділбек Хуашау жебе ұйымының басшысы. Оның Қытайдың Қазақстандағы консулы менен тонның ішкі бауындай тату-тәтті екенін білеміз. Омарәлі мырзаға Қазақстан азаматтарының алдағы тағдыры туралы сол Қытай консулы мәліметпен қамдап отырмай кім беріп отыр бұны? Сондықтан Омарәлі Әділбек мырзаның Қазақстан азаматтарының алдағы тағдыры жайлы жар салып болжам айтуын тоқтасын демекшіміз. Егер ол өстіп қорқытып бүркітуін тоқтатпаса, қолымызда дәлел сипатымыз толық. Біз де оны сотқа бере алатынымызды есіне салып қоймақшымын. Құрметпен жазушы Құнанбай Байженұлы. Менің WhatsApp телефоным 8747 287 4006.